Так, сәлеметсіз апай, қайырлы күн. Бізде 9-шы апам лабораторияның жұмысы автокадпен жұмыс істеу керек. 3 тапсырма. Ең алғашқысы 3 суреттің бірін таңдап, соны қайталап салу керек. Менің случайымда ол құсты таңдаған болатын. Осындай бізге құсты салуға тапсырма берілген. Автодескқа келетін болсақ, осы жерде жасаған болатынмын. Қарайтын болсақ, размерлармен примерно сәйкес келеді. Мысалы 33, 30, 80, 90, 89, 114, мына жер келіп тұр 120, 70, 47, 27 и қалған размерларды сызған болатын. Бұл сызу барысында мен екі инструментті қолдандым. Олардың біріншісі осы draw батырмасында линия. Бұл линиялар арқылы жаңағы расстоянияларды сызып алдым. Бұл линиялардың бір ерекшелігі, сызған кезде ұзындығы өзгермейді. Қозғау барысында тек қана положениясын ғана өзгерте аламыз. Ал мына құсты салу барысында екінші мына линияны қолданған болатын. Бұның ерекшелігі, егер мысалы линия салатын болсақ и мысалы escape басайық, таңдайтын болсақ, біз нүктелерін осылай өзгерте аламыз. Бұл өте ыңғайлы, себебі мысалы бізде көптеген параметрлер мұнда берілмей жатады. Сол параметрларды углдар келмеген болса, мысалы қозғап өзгерте аламыз. Мысалы мынаны таңдаймыз. Мысалы мына сурет таңдайтын болсақ, былай орнынан өзгерте аламыз дегендей. Бұл Сейчас өте 21 часов 45 минут. Мен қолданған инструмент, ол мына жерде осы dimension бөліміндегі, яғни размерларды көрсететін батырма. Осы жерде басып тұратын болсақ, бұл жерде dimension angular, яғни углдарды көрсететін несі бар. Ол жерде біз екі нені таңдаймыз, объектіні, екі линияны. Соның арасында мысалы углды үстік көрсететін болады. Сол сияқты әрбір углын көрсету үшін сәйкесінше өз углдарын көрсеттім. Мысалдағындай. И одан кейін, егер мысал пробелді басатын болсақ, бізде осындай окно шығады, ортасында төрт бұрышы бар. Соны басатын болсақ, мына жерде біз мұнда окно свойств ашылады. Бұл жерде біз оның түсін, қалыңдығын өзгерту мүмкіндігі бар. Мысалы жасыл десек, сол жасыл түске ауысады. Жалпы осы бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырма бойынша бізде бірнеше суреттер берілген автокадта. Соның бізге қай жерде қателескен, соны табу керек. Жалпы бұл суреттерде үйдің макеті берілген, үстінен салынған сол жағында. Ал қанық ақпен линиялар берілген. Бұл газ трубасының үйге келу сызбасы берілген. Ал оң жағында сол сызбаның былайша айтқанда 3D сырттан қараған моделінде қарасақ болады. Яғни мына жерде мындай қарап тұрамыз, төрт бұрыш сол үйдегі газ, мынау болса счетчик, осы жерде бізге қателік табу керек. Яғни бірінші қателік бізде мысалы ол мына тұстан басталады, мына жерде олмен сәйкес келеді, яғни осы жағасы келеді де мына счетчикқа барады, бірақ мына жерде қарасаңыз екі нүкте бар. Бұл екі нүкте столбы деген мағынаны білдіреді, яғни не арқылы трубалар ұстап тұр. Яғни мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столба сызба бойынша болу керек. Ал мұнда ол столбтардан тек қана біреу бар. Бірінші суретте қателер осы. Так, екінші сурет тура сондай мысал. Бұл жерде бірақ қате, мысал бізде линия 2D үстінен қараған кезде линия тік болып орналасқан. Ал 3D моделінде ол былай бұрылып кеткен. Негізінде ондай болмау керек. Және де 2D линияда бізде бірнеше столбтар бар. Ал 3D'де сол столбтар салынбаған, тек қана екі столб бар. Екінші суретке келетін болсақ, бұл жерде де сол проблема. Яғни мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столб берілген. Ал мына жерде сол столбтар белгіленбеген. Сонымен қатар мына линия қарайтын болсақ, негізі 2D-сіне қараса ол тігінен барып қосылу керек. Ал мына жерде қосымша артық 90 градустық угол пайда бол. Ол негізі керек емес.
келесі суретте тоже сондай. Негізі тігінен болу керек еді 2D нұсқанда, ал бұл жерде артық угол бар. Сонымен қатар мына жердегі столбтарда мына жерде белгіленбеген. Келесі сурет бас жағы әдемі келген. Одан кейін бізде мынандай столбтар жоқ. И үйге қосылу несі 3D-де тоже дұрыс белгіленбеген. Ол негізінде былай осындай жабық 4 бұрыш құрау керек болған, ал бізде ол 3 бұрыш ретінде келіп кеткен. Одан кейінгі сурет бойынша жылжытайық. Так, мына жерде қателік. Мына жерде негізі 3D-де қосымша үйге счетчик жүргізген болатын, счетчик немесе газ. Ал 3D-де ол счетчик мұнда салынбаған. Онымен қоса сол айтып тұрған столбтар жоқ. Мысалы мына жерде бір столб бар, ал мына жерде ол столб жоқ. Так, ең соңғы сурет. Бұл жерде де сол бірінші көзге түсетін проблема, мына жердегі труба өте ұзын, мынау қысқа болу керек еді 3D-сінде. Ал мына жерде линиялар сәйкес келмейді. Мына жер наоборот қысқа, ал оң жағы ұзын болып кеткен. Сонымен қатар мына жерде столб болу керек еді. Ол 3D нұсқасында ол столб жоқ. Жалпы қателері осы, яғни столб деген айтып отқанымыз мынандай столбтар болу керек. Әрбір опора деген. Ол мына жерде опоралар осы жерде осылай нету керек, ал қалған 6 суреттерде сол опоралар жоқ мына суретте. Одан кейін үшінші тапсырма, осы ссылка бойынша 3D объекттер салу туториал берілген. Соны қайталап салу керек болатын. Ол менде 8-ші апта 2-ші. Одан кейін бізде 2-ші тапсырма бойынша осындай макет сызу керек болатын. Макет сызу барысында бізде 3D мен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен бізде ол үшін осыны қолданған инструменттерін айтатын болсақ, ол 2D сурет салып, кейін 3D моделированияда созу батырмасы бар. Сол арқылы элементті соза аламыз. Элемент созғаннан кейін екі элементті бір-біріне жанастырып, объединить, яғни обрезать деген новый функция бар. Соны қолданған кезде ортақ жерлері кесіліп, осындай выпуклость ямалар жасауға болады. Қысқаша бір кішігірім жасап кететін болсам, ең алдымен онда жасау үшін view батырмасына барып, 3D-стен left батырмасына барамыз. Сол кезде біз левый проекцияға көшетін боламыз. Концептуалдан 2D wireframe-ға өтіп, мысалы осындай 4 бұрыш салайық. Егер правый кнопка мыши басып close десек, жасаған неміз жабылатын болады. И одан кейін view-дан оны изометрикқа ауыстырамыз, 3D-ға шетінен қарайтындай. Одан кейін пробелді басып, осындай элементіміз таңдап аламыз. Кейін моделинг батырмасында созу батырмасы бар. Бұл жерде қажетті размерді, мысалы 40 деп жазатын болсақ, клавиатурадан ол бізге 40 мм жылжитын болады. И одан кейін бізге, мысалы, мынандай домалақ сызғымыз келсе, драфтингке барамыз, кругты таңдаймыз. Осылай, мысалы, осындай 4 бұрыш домалақ салайық. Осындай домалақ салайық. Домалақ салғаннан кейін, ол домалақ таңдап алуымыз керек. Кейін моделинг батырмасында тоже осылай созамыз. Созуды аяқтаймыз. Кейін осы жерде осы solid, яғни біріктіру батырмасы бар. Ол жерде subtract деген таңдаймыз да, ең бірінші сыртқы элементті таңдаймыз, enterді басамыз. Кейін сыртқы элементті басып, enterді басақ, бізде осындай ішінде
осылай выпуклость пайда болады. Тура сондай астыңғы элементті да өйстіп жасадық. Ол үшін мысалы уже төрт бұрыш керек болады. Төрт бұрыш жасамыз. Close батырмасын басамыз. Одан кейін моделингке бармас алдынан элемент таңдап аламыз. Кейін созу арқылы до конца созып тастасақ болады. Enter, пробелді басамыз. Одан кейін solidтан subtract таңдаймыз. Сыртқы элемент Enter и ішкі элемент Enter десек, осылай ішін қозғауға болады. Одан кейін жаңағыдай 3D қылдыру үшін View деген жерден 2D view'ды концептуал ауыстырсақ, осындай 3D түрін көре аламыз. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.